солай. Басталды тағы да. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Жігіттер, Теміртаудың жігіттері осылай отырып, осы жерде сходка болады көбіне. Біз де осы жерге түсірейік шештік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Славно отырып кеткен біреуге. Ал ассалаумағалейкум жігіттер. Қайырлы күн баршаңызға. Өткен жолы өте бір маңызды нәрсені ұмытып кетіппін айтуға. Баршаларыңызға келіп жеткен ораза айы, соған оразаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Ең алдымен өзіміздің қазақ бауырлар, және де менің братым, жақыным, Тоқа брат, оразаң қабыл болсын. Ораза болса да сіздер үшін мына күннің ыстығына қарамасай, суығына қарамасай түсіре береміз сол видеоларды. Ал енді кезекті машинаға берейік. Көлікті кеше жуған негізі. Көлік жайлы айтатын болсақ, бірінші видеодан кейін біршама доработкалар болды. Оны айта кетсем, менде жаздық дөңгелектер болған негізі. Жаздық дөңгелектер болды, бірақ дегенмен ол дөңгелектерді бір бауырымызға беріп жібердім. Ағасы бардың жағасы бар дей ма, қалай айтады жігіттер. Астына комментарияға жазып жүрсіңдерші, мен не айтарымды да білмей жатырмын даже. Не айтам, қайда, кімге жауап берем. Ал енді айтатын болсақ, мына дөңгелектер кеше осы бір 2-3 күн болған сатып алдым. Сатып алынды, бағасы 24 мың деп тұрған 18 мың теңгеге берді. Былтыр қысты күн жүргем дейді. Бұлай негізі қыстық дөңгелектер. Бірақ жаңа кенектердің бәрі ұшып кеткен. Жазда жүріп қалға маған жетеді. Өйткені бұл көлік жаз бойы бір аса бір көп жүрілмейді. Өйткені бізде гаражға барамыз, доработкалар болады неше түрлі. Одан алса покраскаға кіргенде, бояуға кіргенде бізге аса бір титан дисктердің немесе бір әдемі түрдің керегі жоқ. Оның бәрі боялғаннан кейін алдағы уақытта жақсы резиналар, жақсы аяқтар дейма, батысша айтқанда, олардың бәрін орнататын боламыз. Ал енді қазіргі кезде бірінші видеодан кейін бірнеше өзгерістер болды машина көлік жайлы. Оны айта кететін болсам, жігіттер, мына дөңгелекті айырбастаған кезде, мынадай штамп салатын болсаңыздар, мынадай пластмасканы, мына пыльник деп аталады, шаңнан қорғайды, мына гранатаны, ступичный подшипникті осына міндетті түрде салу керек деп ойлаймын. Бағасы қымбат, 150-200 теңге тұрады әрқайсысы. Төртеуін алсаңыздар шамамен алып тұрыңыз, немесе 800 теңге болады. Жайда айта кететін нәрсе, анау жолы айтылғандай, біздер артқы шамдар стоковый дейді. Десятканың өзінікі болған, 21 оның. Біз мынаны өткен видеода айтқандай Богдановский салдық. Таңжарық братан екеуміз салдық, Тоқа екеуміз салдық бірге. Бұлардың бір ерекшелігі айта кететін, мына шамдары светодиодты, приора 2 сияқты көрінеді. Және де бір тағы да қоса кететін нәрсе, көбісі мынаны бояп жатады, немесе бояйды, немесе тонировка қыстырады кішкене реңі қаралау болып тұру үшін. Мында бізде уже осылай дайын түрінде келді. Және де алдыңғы жаққа өтетін болсақ, көлікте салонға келетін болсақ, мынау енді пока уақытша тұрған нәрсе, мынандай коврикті мен өзім кездестірмеппін, бірақ бірінші рет көріп өте қатты ұнады. Алып қойдым. Мында заттарыңызды, телефондарыңызды, тағы да басқа нәрселер қоюға өте ыңғайлы. Ал енді жігіттер, айта кететін болсақ, алдыңғы жолы біздің лобовой стекломыз жарылған еді. Оны айырбастадық. Айырбастауларының жалпы саймандарының бағалары керек болатын болса, мынау 7 мың тұрады, приораныкі. Уплотнитель лобового стекла деп аталады. Үстімен қоса П-образный болады өзі. Жабо бізде десяткіден шешілді. Жабо салынды. Дворниктар түгелі қалды, бірақ дегенмен мына жерлері кішкене келмейді. Машинаның мотор жағын айтатын болсақ, негізгі мынау ескі десятканың несі, корпусы, бұл негізі мына жабомен келмейді. Жабомен бірге келмейді, сондықтан алдағы уақытта мына печкасы приораныкіне айырбасталатын болады. Және де мынандай қақпақша салынды моторға. Енді бұлай өзінің бастапқы бағамына бір ұқсап келе жатқан сияқты. Және де арт жағына өтетін болсақ, жігіттер, арт жағында біздерде Богдановский нелер салынды. Фонарь деп аталады, шамдар ғой енді. Богдандікі светодиодты, ең маңыздысы
Светодиодты және мына несі притемненный дейді ғой. Ақ жерлерін негізі осы жерлерін көбіне алып, жігіттер светодиодты салады қолмен и мынаған тонировка жабыстырады. Ал негізі енді былай дайынын алсаңыздар өте әп-әдемі дүние. Салонға келетін болсақ, тағы бір айтып қоса кететін болсақ. Салонда бізде аса өзгеріс жоқ, бірақ дегенмен мынандай коврик алдым. Білмеймін, мен өзім былай кездестірмеппін ешқандай машинада. Мен өзіме көріп, сондай бір қатты ұнады. Және де қоса кететін не бар. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта қазір гаражға барамыз. Гаражда жалпы қай заттарды айырбастаймыз, қандай саймандарымыз бар. Солармен алдағы уақытта сіздерге мақтанатын боламыз. Енді жалпы негізі жігіттер, қазақ жігіттері көбіне негізі былай, көп біз өзіміз негізі ұялшақ келеміз. Ұялшақ келеміз да бір жасқанып, бір өзіміздің жерімізде болады, бір жасайтын нәрселер, дүниелерде ұяламыз жасауға. Сондықтан жігіттер ұялмау керек, ештеңеден жасау керек. Қолдан келетіннен бәрін бөлісіп, елмен білген нәрсеңді айтқан, ол менің ойымша ол жаман нәрсе емес деп ойлаймын. Сондықтан алдағы уақытта біздермен бірге болыңыздар. Гаражға жолықтамыз. Ал болыңыз. Başıma жазылдың бақ бұл, кірдің өміріме жарық шақ бұл. Başımda жүре бер аппақ бұл, ұлымнан ұшта, апарым алысқа, апарым алысқа. Жетеміз ғарышқа, жетеміз ғарышқа. Аппағым, сенен артығын таппадым, саған берген сыртты ешкімге сатпадым. Аппағым, өзіңсің ұзақ іздеп тапқаным, сені кірлетпей жүрегімнің түбіне сақтадым. Аппағым, қайрат нұртас емеспін, бірақ ешкімге көрсетпеймін да, ұстатпаймын да, әйтпесе сөз қаптайды. Алмаған артық заттар ұнамайды, өзгелерді қайтем, өзгелер сендей бола алмайды. Ал мен үй салғым келеді, ал мен үй салғым келеді, бәлкім арманым бөлей. Үш-төрт бол жарайды, лайықты әке болуға, таңса қолдан ұста демен өсем де жылытамын. Кел бірге қарсылайық алдағы жылы таңды. Аппағым, сенен артығын таппадым, саған берген сыртты ешкімге сатпадым. Аппағым, өзіңсің ұзақ іздеп тапқаным, сені кірлетпей жүрегімнің түбіне сақтадым. Аппағым, Қандай салқын күшті. Мына танкілерді салу керек неге ше?
микрофон сайта берейін, иә? Сөз жоқ. А? Өте. Ал жігіттер асы. Жақсы, кетсе. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, мінекей. Жаңағы ВАЗ гаража келдік. ВАЗ 21-10-нан артқы приораның полкасы орнатылған. Өзінің родной столмен және де қосалқы 3 динамик. Алдағы уақытта ол біздің машина саналатын болады. Және де мына жаққа көз салсаңыздар, біздерде ең үлкен доработкалардың бірі. Ол әрине не? Әрине бұл торпеда. Торпеда 21-10-дікі, 21-10-нан шешілді. Приора 1-дікі. Алдағы уақытта бізбен бірге болсаңыздар, саламыз осы торпеданы. Және де айта кететін нәрсе, ең маңызды нәрселердің бірі деп ойлаймын. АвтоВАЗдың шыққаннан бергі бір жасаған жақсы дүниесінің бірі бұл электроусилитель руля. Осы эорды салатын боламыз. Негізі бұлай жақсы жағдайы істеп тұр. Көлікте тұрған өзім шешіп дайындап қойдық. Енді алдағы уақытқа бағынамыз ғой бәріміз. Сондықтан алдағы уақыт болған жағдайда осылардың түгелі салынатын болады. Және де айта кететін нәрсе, есіктің обшивкаларының карталары түгел приоранікі. Негізі бұлай қарасақ, есік негізгі түсі серебристый немесе ақ түсті болған, оны боятылған қара түске. Бізде гаражда тұрған машинаның түсі қара. Сондықтан алдағы уақытта біздің де ойлап отқан түсіміз қара түске боялады көлігіміз. Сондықтан осы есіктерді бұзбай, обшивкаларын алмай, осы есіктерді салатын боламыз өзіміздің көлікке. Және де бұл обшивкалардың ерекшелігі, бұл люксовый, 4 стеклоподъемнигі бар. Айналары электрический, бәрі жұмыс жасайды. Және де ең маңызды нәрсесі, бізде гараждағы десяткіде приораның блок комфорта деп келеді. Сол блок комфорты да бар. Сондықтан проводкасы, түгел нәрсесі алдыңғы уақытта өзіміздің шоколадка десяткада тұратын болады. Ол біздің донор машинамыз. Осыдан керек заттарымызды алып, өзіміздің десяткаға салатын боламыз. Әрине гараждың іші өте тар, сондықтан барлығын көрсету мүмкін емес. Мынау біздің родной десятканың жабосы. Печканың үстіне тұратын накладкасы, мынау үстіндегі накладкасы. Өздеріңіз көргендей, десяткілерде негізі су шашатын форсункілері жабосында орнатылған болады. Бұлар сыртынан көрінбейді. Сондықтан приораның жабосына алдағы уақытта осы форсункаларды орнататын боламыз. Енді әрине осы емес, жаңадан сатып аламыз, соларды орнататын боламыз. Панелі. Тағы осы кететін нәрсе, бізде электроника жағынан өте бір сондай жолымыз болып тұр. Январь 5-те 1. Және де оның астында бізде блок комфорта приоранікі 21-ке орнатылып тұр. Әрине проводканың бәрі негізі штекерден алынып, подторпедный проводка деп аталады. Соны біздің десяткаға орнатып, торпедамен қоса қоятын боламыз. Әрине енді айта кететін нәрсе, алдағы уақытта осы айтылған, көрсетілген нәрселердің барлығын каналға өтіп, тіркеліп, қалған уақыттарыңызда көре аласыздар. Және айта кететін нәрсе, қазақша контент болғаннан кейін қазақ жігіттеріне қолдауын сұраймын. Таратып, лайк басып, тіркеліп, каналымызға жазылып, біздің арнайы көрермендеріміз болсаңыздар, бізде сіздерді әрдайым қуантып отырамыз. Және де айта кететін нәрсе, алдағы уақытта бізде тек қана проекттер емес,
көліктерге, неше түрлі көліктерге, жаңасы болсын, ескісі болсын, жалпы өзімізге қызығушылығымыз бар көліктерді шоулар жасайтын боламыз. Алдағы уақытта оны әрине бірге тамашалаймыз. Сондықтан біздермен бірге болыңыздар. Тағы да тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сіздермен бірге болған Тоқа мен Ерғали, Теміртаудан жалынды сәлеммен. Сау болыңыздар.